Түркістан облысында 10 тілді еркін меңгерген ерекше жігіт тұрады. Өз ортасында полиглот атанып кеткен азамат осы кезге дейін 68 мың кітап оқыған. Қазір ол шет тілдегі әдебиеттерді қазақшаға аударып, жинақтар құрастырумен айналысады. Түлкібас ауданына қарасты Тассумсық ауылының тұрғыны Мейірхан аз күн ішінде елге танымал болып үлгерді. Әлеуметтік желі мен бақ беттерінде полиглот атанып кеткен азамат дәл қазір ауылдық кітапханада жұмыс істейді. Ол бала күнінен білім қуып, тіл үйренуге ден қойған. Бойма біткен дертті жеңу үшін кітап ең үлкен ем-дом болды дейді ол. Неміс тілін менің анам өзі де шет тіл маманы болғандықтан маған неміс, француз тілін үйрете бастады. 5-ші сыныпта мен француз тілін бастап үйрене бастадым, неміс тілі екеуін қатар. Одан соң оқуға 11-ші сынып бітіретін кезі 10-11-де мен ағылшын тіліне деген не қылдым, бірақ мен ағылшын тілін қатты игердім деп айта алмаймын. Неге десеңіз, ағылшын тілін мен кеш бастадым, ал орта деңгейде білем, жоғары деңгейде білмеймін, ол жалған болады. Мейірхан Мейрамбекұлында бірінші топ мүгедектігі бар. Ол туғаннан сал ауруына шалдыққан. Бір көзі мүлдем көрмейді. Қолына таяқ ұстап жүреді. Денсаулығына әрдайым күтім керек. Дегенмен жігерлі жанның өмірге деген құлшынысы жоғары. Әрдайым ізденіп өзін жетілдіріп отырады. Ең бастысы мүгедек болсам да масыл болғым келмейді деген қағиданы ұстанады. Менің әжем барынша үлгі қылып көрсетті. Кітап оқыған адамдарды үлгі қылып көрсетті. Соның ішінде Дархан Қыдырәлі ағамызды үлгі қылып көрсетті. Біздің ауылымызда Құрмансейіт көкенің баласы бар, бізде жапон тілін маманы. Асыл апамыз бар, Осман. Енді былай қарап тұрсаңыз, бұл Түркібасы даласы негізі тіл мамандарының ордасы, былай айтқан кезде. Тілге шешендік біздің топырағымыздан дарыған деп ойлаймын. Бүгінде Мейірхан Топанбай ерекше кітапханашы деген статусқа ие болған. Таңертеңнен келіп кітаптарды түгендеп оқырмандармен байланыс орнатады. Түрлі мәдени шаралар ұйымдастырады. Кітапханашы жігіттің бұл талпынысын көрген жерлестері де қолдау көрсетіп, жігер беріп жүреді. Денсаулығына қарамай, аудандық кітапханаларға, мектеп кітапханасында көп деген кітапханаларда ол оқырман болып келген. Ол денсаулығына қарамастан көп деген кітаптар оқиды, 10 тілді жетік меңгерген. Қазіргі жұмыста бізде Тассумсық округі бойынша мектеп кітапханасы мен аудан кітапханасымен бірлесе отырып, іс-шараларды көп деген іс-шаралардың барлығын бірлесіп жұмыс атқарамыз. Бүгінде Мейірханның ақиқаттан аттамай қатты алғашқы аудармалар жинағы жарық көрген. Қазір Жадымның Жақұты атты екінші жинақты баспаға дайындап жатыр. Бұл іске журналист Бейсенкүл Нарымбетова ұйытқы болыпты. Сондай-ақ ол ертегілер жазуға да бет бұрған. Сардар сүйген сұлулар, гүлге ынтық Гүлбахар атты туындыларын оқыған көпшілік жоғары бағасын берген. Қазіргі таңда түрік жазушысы Гүнай Текиннің жүрегімдегі қала кітабын аударып жатыр. Алтын Мегамит, Бағдаулет Қосым, Түркістан 24.